Pythonға бұрын соңында жиі келетін естівердің бірі осындай функция. Осындай да сан болғанда бағдарламаның нәтижесі қандай дейді. Яғни біз ол санды k-ның орнына жазамыз, ары қарай s0-ге тең, және біз функцияға осы k-ның мәнін беріп жібереді екенбіз. Ары қарай егер функциямызға қарайтын болсақ, біз осы санның 10-ға бөлгендегі қалдығын табамыз. Одан кейін сол қалдық 0-ге тең болатын болса, s-ті көбейтеміз. Егер қалдығы 0-ге тең болмайтын болса, біз санды 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігін алып, қайтадан тура сол алгоритммен өте береді екенбіз. Яғни, егер біз осы функцияны сөзбен айтатын болсақ, егер бізде қандай да бір цифр осы үлкен санның ішінде 0-ге тең болатын болса, онда біз бір s-ті көбейтуіміз қажет. Демек, бұл сандағы нөлдердің санын санап шығатын функция. Бізде мына жерде 1 және 2 0 цифрлары бар. Демек, бұл а нұсқасы, яғни 2 деген мәнді беретін функция.